Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін жаңа нұсқаны талдаймыз. Жаңа нұсқаның бірінші сұрағы. Жапырақтардың қартаю процесін баяулататын фитогормон. Бірінші біз фитогормонның не екенін біліп алайық, балалар. Одан кейін біз оны жіктейміз. Фитогормондар дегеніміз арнайы өсімдік ұлпаларында синтезделетін өте өсімдік ағзасында микроскопиялық концентрацияда әсер ететін, оның өсуіне, дамуына әсер ететін заттарды фитогормондар деп атаймыз. Фитогормондар өзі екіге бөлінеді. Фитогормондар екіге бөлінеді. Бірінші стимулдайтын. Стимулдайтын дегеніміз, қазақша егерде оны аударатын болсақ, белсендіретін. Белсенді. Ал екіншісі, балар, ингибирлейтін. Ал оны қазақшалайтын болсақ, ол тежейтін деген сөз. Енді стимулдайтын өзі гормондарды біз 5 түрге бөлдік. Соның ішінде стимулдайтын гормондарға не жатады? Стимулдайтын гормондарға ауксин, екінші гибереллин, үшінші цитокинин. Ал ингибирлейтін гормондарға екеуі жатады. Ол этилен. Бірінші этилен, екінші абсцисс қышқылы. Ингибирлейтін гормондар балар. Бұлар не істейді? Бұлар өсімдікті қысқа дайындайды. Мысал үшін, этилен бұл газ түрінде, бұл этилен жемістердің, тұқымдардың пісіп жетілуіне жауап береді. Ал абсцисс қышқылы ше, ол жапырақтың сарғаюын және түсуіне әсер етеді. Сонда бұл ингибирлейтін гормондар өсімдіктерді қысқа дайындайды. Ал стимулдайтын гормондар немесе оның жұмысын өсімдіктің өсуін белсендіретін гормондар. Оларға мынау үшеуі жатады дедік. Енді осында былай дейді: жапырақтың қартаю процесін баяулататын фитогормон. Негізінен бірінші ауксинға келейік. Ауксин дегеніміз ол фототропизмді бастайды. Бұл өсімдікте жас жапырақтарда өсімдіктердің өсу нүктесінде түзілетін гормон. Екінші гибереллин өсімдікті жасушаны созу арқылы өсіреді, созу жолымен өсіреді. Ал цитокинин ше, бұл дән мен бүршікті тыныштық күйден шығарады және жапырақтардың қартаю процесін баяулатады. Сонда дұрыс жауап бұл жерде цитокинин. Бұл жерде не дейді? Жапырақтардың қартаю процесін баяулатады. Және жапырақтардың қартаю процесін баяулатады. Дән мен бүршікті тыныштық күйден шығарады.
шығарады. Сонда бұның барлықтары ненің қызметі болар? Цитокининнің қызметі. Бізге осыны сұрап тұр. Сонда жапырақтардың қартаю процесін баяулататын цитокинин. Одан басқа цитокинин дән мен бүршікті тыныштық күйден шығарады. Дұрыс жауабы цитокинин. Екінші сұрақ. Жасушаның көбею қызметін атқаратын құрылым. Бұл жерде органоидтар берілген, және цитоплазма берілген, хлоропласт, ядро, вакуоль, хромопласт. Әрине, бұл жерде ядро. Неге? Ядрода тұқым қуалаушылық ақпараты сақталады. Оны ұрпақтан ұрпаққа береді. Сондықтан біз оны ядро деп, көбеюге қатысатын ядро деп атаймыз. Келесі, жіпше мен тозаң қаптан тұрады. Жіпше мен тозаң қаптан тұрады. Енді біз бұл жерде жіпше және тозаң қап дегеніміз не? Ол гүлдің бөліктері балар. Гүлдің бөліктері. Ендеше гүлді салып көрейік. Гүлді салып көрейік, балар. Гүлдің бөліктері екіге бөлінеді. Біреуі гүлдің қосымша бөліктері, екінші гүлдің басты бөлігі. Басты бөліктері. Енді гүлдің қосымша бөліктеріне не жатады? Әрине, гүлдің қосымша бөліктеріне гүл сағақ жатады. Гүл сағақ дегеніміз не? Гүл сағақ дегеніміз гүлдің жіңішкерген жері. Гүл сағақтың қызметі гүлді сабаққа бекіндіреді. Сонымен гүл сағақ, гүл табан. Міне гүл табан дегеніміз гүлдің барлық бөліктері бекінетін жер. Көріп тұрсыңдар, е? Күлте жапырақшалары. Міне күлтесі балар. Ол алуан түсті болады, және тостағанша жапырақшалар. Бұлар гүлдің қосымша бөліктері. Ал гүлдің басты бөліктеріне, гүлдің басты бөліктері аталықтары мен аналықтары. Енді қараймыз. Мына ортада тұрған, гүлдің дәл ортасында тұрған ол аналық балар. Олар гүлдің басты мүшелері. Аналық пен аталық. Неге? Бұлар көбеюге қатысады. Сондықтан гүлдің басты мүшелері деп атайды. Енді дәл ортада тұрған аналық. Аналықтың аузы болады, аналықтың мойны болады, аналықтың жатыны болады. Осы жатында тұқым бүршік болады. Гүлді өсімдіктер ол жабық тұқымдар. Жабық тұқымларда тұқым жемістің ішінде дамиды. Болашақта жатыннан жеміс, тұқым бүршіктен тұқым пайда болады. Ал енді мына аналықтың жанында тұрған мына түзіліске қарайықшы балар. Бұл түзілісті, бұл мүшені біз аталық деп атаймыз. Аталық тұрады жіпшеден және тозаң қаптан. Қараңдаршы, неден тұрады? Жіпшеден және тозаң қаптан тұрады. Жіпше дегеніміз ол аталықтың жіңішкерген жері. Міне көріп тұрсыңдар, аталықтың жіңішкерген жерін жіпше деп атайды. Ал тозаң қаптың өзі екі бөліктен тұрады. Міне, екі бөлікті салып қойдым, екі бөліктен тұрады. Әрқайсысында тозаң ұясы болады. Ал тозаң ұясында не болады? Тозаң ұясында тозаңдар болады. Азы тозаң дегеніміз аталық жыныс жасушасы. Ал аналық жыныс жасушасы ол жатында болады. Ал тозаң қаптағы тозаң ұясында
тозаңдар аталығы жыныс жасушасы болады. Сонда жіпше мен тозаң қаптан тұратын мынау не болды балар? Бұл аталық. Дұрыс жауап гүлдің аталығы. Ал аналығы неден тұрды сонымен? Аналығы гүлдің аналықтың аузы, аналықтың мойны және жатыннан тұрады. Жуан жерін міне жатын деп атайды. Келесі. 4-ші сұрақ. Балықтардың барорецепторлары орналасады. Балар, мынау теңіздің, мұхиттың суы тұзды ғой. Ал тұзды болғандықтан дүниежүзілік мұхит суы тұзды, сондықтан бұлар электролиттердің қаныққан ортасы болып табылады. Ал енді су бұл электр өткізгіш қана емес, ол ауаға қарағанда тығыз болады. Сондықтан балықтарда бүйір сызықтар қалыптасады. Бүйір сызықтар дегеніміз балықтардың сезім мүшелері десек те болады. Ол бүйір сызықтары арқылы ол өзінің жауын таба алады, өзінің қорегін таба алады, ағыстың бағытын, қысымын таба алады. Осы бүйір сызықтар омыртқа жотасының бойында орналасатын терідегі ойыс бүйір сызықтар. Ал енді су қысымының өзгеруіне әсер көрсететін барорецепторлар осы бүйір сызықта болады. Сондықтан бүйір сызықтар ол жауын жақындағанын, қорегін, қысымды тануға, қысымды анықтауға көмектесетіні сондықтан. Сонымен су бүйір сызық не істеді? Балар, бүйір сызықта барорецепторлар бар. Ал барорецептор не істейді? Су қысымның өзгеруіне өзгеруін білетін рецепторларды барорецепторлар деп атайды. Сонымен барорецепторлар бізге берілген сұрақ, балықтардың барорецепторлары орналасады бүйір сызығында. Бүйір сызығында. Сонда бүйір сызық дегеніміз бұл балықтардың арнайы сезім мүшелері десекте болады. Сонымен балар, біз нешінші сұрақты талдадық? 4-ші сұрақты талдадық. Міне мынау 4-ші дейікші былай. Ал енді біз нешінші сұраққа келдік? 5-ші сұраққа келдік. 5-ші сұрақта адамда дыбыс саңлауы орналасатын мүше. Балар, сендер мынандай сөзді естідіңдер ме? Күміс көмейлі әнші дегеніміз. Бұл сөз тіркесі әдебиетте айтылады, әнші адамдарды, әнді жақсы салатын адамдарды күміс көмейлі әнші дейді. Әрине, сонда қай жерден шығып тұр? Көмейден шығып тұр. Адамда дыбыс саңлауы орналасатын мүше, тыныс алу мүшелерін есімізге түсірейікші. Тыныс алу мүшелері мұрын қуысы, жұтқыншақ, жұтқыншақтан кейін көмей, көмейден кейін кеңірдек, кеңірдектен кейін бронхы, бронхыдан кейін ауа тамырлары, өкпе. Енді бұл жерде жауап нұсқалары көмей, кеңірдек, бронхы, кеңсірік, өкпе деп беріледі. Ал көмей дегеніміз мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан іші қуыс шеміршекті мүше. Осыны біз көмей деп атаймыз. Көмейдің қабырғасы бұл сіңірмен, бұлшықеттермен жалғасқан бірнеше шеміршектен тұрады. Осы шеміршектің арасында екі дыбыс саңлауы болады. Осы дыбыс саңлауында дыбыс сіңірлері болады. Осы дыбыс сіңірлердің арасында дыбыс саңлауы болады. Дыбыс сіңірлерінің тербелісі арқасында біз дыбыс шығарып тұрмыз. Мен қазір сөйлеп тұрмын, дыбыс шығарып тұрмын. Бұл қайдан шығып тұр? Дыбыс сіңірлерінің тербелісінен дыбыс шығып тұр. Сонда дыбыс саңлауы қайда орналасады? Дыбыс саңлауы дыбыс сіңірлерінің арасында орналасады. А дыбыс сіңірлері қайда? Ол көмейде. Сонда 5-ші жауап ол көмей. Міне балар, біз бүгін неше сұрақты талдадық? 5 сұрақты талдадық. Бірінші, жаңартылған білім бағдарламасы бойынша берілген оқулықтардан келген фитогормондар.
оны екіге бөлдік. Екінші көбеюге қатысатын органоид. Үшінші гүлдің бөлімдері, оның ішінде басты бөлімдер. Төртінші барорецепторлар орналасқан мүше. Бесінші дыбыс саңлауы орналасқан мүше. Сонымен біз 5 сұрақты талдадық. Сендерге бүгінгі сұрақтар түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.